бөлесіп, содан кейін ең соңында ажырасынасың. Сол саған керек па? Сондықтан ақымақтық іс жасап отса, өзі Құдайдың алдында жауап береді. Сізге ең маңыздысы, сізді ұрмаса, соқпаса, сізге көңіл бұрып тұрса, ол арам іс үшін сіз қадалмай қойыңыз ол ісіне. Ол жақсы іс жасап отқан жоқ. Намазда ат-тахиятына обязательно оқу керек пе, жаттау қиын дейді. Ат-тахиятты оқу уәжіп болады, міндет болады. Яғни парыз болмаса да уәжіп болады. Енді тез жаттау үшін қағазға жазасында алдыңа бүйтіп қойып отырған кезде көзің қырымен қарап оқысаң болады, жаттағанша. Пітір туралы айтыңызшы, досым айтады, продуктымен беруге фарз дейді. Жоқ, ондай сөз жоқ. 6 күн қарызым бар, енді сағатын білмей отырмын дейді. Таң намазының уақытысының кестесін қараңыз. Телефонда бар ғой. Сәжде кезет деген приложение бар. Соны ашыңыз да қойыңыз. Таң намазда дейін тамақты ішіп болыңыз, кешкі ақшам намазды уақытысында ауыз ашыңыз. Сүннеттен кейін парызда дәрет бұзылса, бәрін басынан оқу керек па дейді. Жоқ. Сүннет өтті, парызды қайта оқисыз. Қайтыс болған адамның суретін үйдің қабырғасына ілуге бола ма дейді. Не үшін ілесіз? Ермек Рысқұлбек дейді. Ағылшын қыз алсам қалай болады дейді. Ермек деген атаң ағылшыннан қыз алмаған, Кэтрин деген. Ол Қатира деген қыз алған. Сондықтан сен Қатира дегенді ал, қазақша ал. Сол жақсы болады. Құдалыққа барғанда жақсы, құдалар келеді, сен ортаға билеп шығасың, құдалар билеп шығады, жақсы болады. Бір-бірін түсінеді да. Олар африканский билейді, бразильский, біз қазақша билейміз, балқиян, бітшіт болады. Араласамайды, сыйласамайды, жау болады бір-бірімен. Киіт береді, киіт алады. Сондықтан жақсы емес жаным. Әркім өз ұлтын алған жақсы. 2 ракағат сайын басына ниеттеніп бастау керек пе тахаджудта дейді. Тахаджудта ниетті жаңартып қойсаңыз жақсы. Бірақ міндет емес. Аятыл Курси әр парыздан намаздан кейін бе или сүннеттен кейін оқыла ма? Оқырмандар білсеңіздер жауап беріңізші. Негізі парыздан кейін оқылып жүреді, бірақ біздің елімізде үрдіс бойынша түгел парызды да, сүннетті де, парызды да түгел оқып болып, ең соңында бірақ ат-тахият барлығын оқып біткеннен, ат-тахият оқып, салат оқып біріп, содан кейін барып оқимыз. Рамазан айының қарызын дейді, нәпіл оразамен қосып тұттым бола ма? Қайсына ниет қыласыз, сол болады. Егер нәпіл десеңіз, нәпіл болады, парыз десеңіз, парыз болады, қаза. Яғни бірінші қаза айтылады, дәрежесі үлкен айтылады. Майда автоматом соның ішіне кіріп кетеді. Мысалы, ережеп, қазір Шағбан айы, міне. Шағбан айында Алла ризалығы үшін ораза ұстағыңыз келсе, сіз қаза деп ниет қылсаңыз, онда автоматты түрде нәпіл ораза ішіне кіреді. Алиментті төлемей құрбандық шалса дейді. Алимент төлеу керек. Енді қабыл болмайды деп айта алмайды шығармыз, енді қабылдаушы Алла ғой. Ешкім мына қабыл емес деген сөздерді айтудан қашу керек. Дұрыс емес деп айтамыз, мен байқасаңыздар, қабыл емес деп айтамаймын, өйткені қабылдайтын Алла. Ертең күні Алла, мен қабылдайтын едім, сен кімсің деп айтса, мен не айтамын? Сондықтан енді дұрыс емес, әлбетте бірінші парыз тұрады. Қайтыс болған адамның үйге фотосын ілуге бола ма дейді. Қайтыс болған адам суретін фотосын неге ілесіз деген сұрақ тұр. Құрмет үшін ілсеңіз, сізден кейін құрметсіз болып қалады. Сізден кейін оға кейінгілер құрметтемейді, лақтырып жібереді оны. Танымайды оны, таныса да уақыт өткеннен кейін 50 жылда, жаңа 100 жылда қазан кім-кімнің суретін қадірлеп жүр. Баяғыда Сталиннің суреті болған әр үйде. Лақтырып жіберді, қазір мусорда жатыр. Мусорда да жоқ. Аяқпен таптап мыжып, тиран болды, жауыз болды. Оның бір уақытта бәрі өлген кезде жылаған бүкіл халық. Қазір кім бар Сталинді жақсы көретін? Бәрі жек көреді. Қазақты репрессия қылды дейді. Сол сияқты дүние жан. Сондықтан оның не керегі бар деп. Егер марқұмды қышан жақсы көрсең, 5 уақыт намаз оқып, артынан дұға қыла бер. Ең жақсы сол.
күйеуімнің құлып тасына қайтыс болған жылы дұрыс жазылмай кетіпті, түзетуге бола ма? Болады. Адамдарға жын шайтанның зияны тиіп жатса не істеу керек дейді? Емделу керек. 11 ай араққа жақын болып дейді. Рамазан ораза айында ұстау дұрыс бола бере ма? 11 ай солай дейді. Енді Алла сол 11 айдағы қатесін бір айда Құдай ынсап беріп қойып кетсе ажап емес. Енді оны дұрыс деген, енді ол да дұрыс емес, анау да дұрыс емес, мынау да дұрыс емес болса, енді не істейік? Қашан түзетеміз ол? 11 ай арақ ішіп жүрген адамды ең болмаса бір айда түзетейік та соны. Сол 11 айдан күнәсін бір айда жуып шайып, мүмкін содан ары қарай қойып кететін шығар. Сен адам болмайсың деп айта алатын біздің қолда емес. Мүмкін Алла жүрегіне салар, мүмкін қояр, мүмкін өзгерер деген бір жақсы үміт қояйық та біз. Жақсы сөз жарым рас дейді. Адам дуаланса қалай құтылады? Үш жерде аккаунтта бар, менде видеоның бәрін көріп шықсаңыз, ровно 1,5 ай көреді екенсіз. Соның ішінде тоқтамай көрсеңіз, тамақ ішпей туалетке бармай, тура 1,5 ай көретін видео бар. Соның ішінде бар. Құлып тас сынып қалды, уақыт өтті, тазасын қойса бола ма? Жоқ, керек жоқ, тиіспейді. Біздің халқымызда дәстүр бар, жаңартпайды деген. Мен өткен жылдары ораза ұстайын деп ниет етіп ұстадым, бірақ 30 күн ұстай алмадым, денсаулық болмады. Болды, Алла шипа берсін. Қалған күндеріңізге қазасын, егер қазір өтеуге денсаулығыңыз түзелмесе, онда бір адамға тамақ бересіз, немесе қанша күн ұстамадыңыз, сонша адамға тамақ беріп қойыңыз. Ораза айында көпке ауызашар жасалған дұрыс па? Жоқ, сол ақшаға қарызы көп кісінің қарызын жапқан дұрыс па? Қарап көру керек. Қарызы көп адам, егер қарызына телефон алған болса, қарызына қымбат машина алған болса, қарызына қымбат сумочка алған болса, не үшін біз оның қарызын өтеуіңіз керексіз? Біреу iPhone сатып алады, Pro Max 14-15, 700 мыңға. Сөйтіп қарызбын дейді. Сіз оның қарызын өтеп берсеңіз, кімдік ақымақтық болады? Ал ауызашар бердіңіз. Ауызашар бергенде бірыңғай ауыз ашқан адамдарға берсеңіз, ораза ұстағандарға жақсы. Ораза ұстамаған, Құдай жекжат, қарны шыққан, депутат, бастықтардың бәрін жинап берсең, атақ абыройың күшті болады, молодец деп айтады, бәрі ет жейді, кетеді. Бірақ одан сауап бола қоймайды ау. Жаңаөзенге қашан келесіз дейді, бұйырса, өтініш қайда кетті. Түнде премьерға шықсаңыз дейді. Ұйықтамаймыз ба түнде? Түнде шықсам, неғып түнде шығасың? Ұйықтамайсың ба, шал деп жазып жібереді. Күнде шықсам, ту бәле болдың дейді. Істейік енді. Бекет атаның басына зияраттауға бола ма? Болады. Күйеуім жиі қол көтереді. Кешірген сайын басқа шығып кетті. Кетіп қалдым. Бірақ арада 6 бала бар. Не істеймін дейді, жаным. Таяқ жеп жүріп туа бергесін бе, не істегесің өзі? Таяқ жеп жүріп 6 күн тусаң молодец екенсің енді. Кішкене шыдасаң өзді болып қалған сияқты ғой өзді. Енді 6 балаға кейін кеткеннен сенде жаның сүрей екен. 6 бала туып, әрқайсысын тегі ортасына 1,5 жылдан салған күннің өзінде де Құдай жаның сүрей екен сенің. Не айтайын енді жаным? Не айтайын? Айтшы, не естігін кеп тұр менен? Оның сен ұрған ақымақтық. Ауызашар берген кезде үйге бар бай адамдарды шақырғаннан көрі, шын мұқтажға продуктілер әперіп беру дұрыс па дейді. Шын мұқтаж продуктыны қолданылады деген қай жерде көрдіңіз? Қай жерде көрдіңіз ұн апарып бересіз продукт? Ол ұннан нан жейтін әйел аз қазір, мен сізге айтайын. Тем более ол мұқтаж болса, қолдары жарылып кеткен, жұмыс істеп, баланы асырайын деп жүрген адам нан жей ала ма не? Сондықтан, егер қайырымдылық жасайын десеңіз, нақты сұраңыз. Сізге не берейін өзі, қандай көмек берейін деп сұра. Сен оған апарып бересің, ол ондай жемеген өмірі. Кейбір макарон апарып береді, ол макарон жемейді ол. Немесе бір қой сойып бересің, ол қойын үйінде қоятын холодильнигі жоқ. Сондықтан әр нәрсені орнын тауып істеу керек.
Ораза айында дүниеден қайтқан атамыздың күні келіптір. Үлкен кісілер Құран берейік дейді. Мен ауызашар берейік деймін. Қайсысы дұрыс дейді. Кешке күндіз ораза кезінде күндіз тамақ беруге болмайды, арам болады. Ораза ұстағандарға да беруге болмайды, ораза ұстамағандарға да беруге болмайды. Ораза кезінде күндіз дастархан жаю күнә. Ұнамайтын енді ауырлау сөз, енді ауыр болса да шындық ол. Ораза айында күндіз тамақ берілмейді. Кімге болса да, қандай жағдай болса да. Құлып тас қисайып жерге кірейін деп тұр, түзетуге бола ма? Болады. Көз жинасын тек қана қыздарда бола ма дейді? Жоға да, бәрінде болады. Алтын обручалка таққан еркектерге бола ма? Болмайды. Вообще еркек обручалка деген жоқ мұсылманда. Енді қатты таққың деп тұрса, күміс тақ дейміз енді. Әйелің тақпай, таққызбасын қырғын шығарып, күнде төбелес, быт-шыт болып жатса, енді күмістен тағып ал енді. Аш бәледен қаш бәле, тыныштық болса болды дейді. Бірақ алтыннан тақпа. Жолдасың кетіп қалды. 3 баланы алып, қанша барып кешірім сұрап жағылзам да кешірмейді, ұрмайды, соқпайды. Енді тұрмаймын, кетемін деген адамды зорлап байғымайсың ғой. Өзің ойлашы, мысалы, біреу семен тұрғым келмейді десе, не істеу керек? Тұрасың, семен тұрмай көрші. Сен маған қатын боласың, сен маған бай боласың. Біз не, қай мемлекетте өмір сүріп жатырмыз өзі? Қай ғасыр мынау өзі? Зорлап, әйел қылып, біреуді зорлап байғымайды ғой, айналайын. Енді тұрғым келмейді десе, не істейсің енді? Алимент бересің енді. Соттатасың оны байқұсты. Төлейді, балаларды асырайды. Бірақ ол сенің қасыңда болу керек деген. Болу керек, иә. Бірақ енді ол зорлап байғамайды ғой адамды. Күйеуім общий фитнес залға барады, намаз оқиды. Ол жерде көз жинасы боламайды. Конечно, болады. Олар көп еркектер өзі сол фитнеске, өзі соларға қарау үшін барады өзі. Қатты мұсылман болып фитнес жасағың келсе, еркектердің отдельный залына бару керексің. Одан кейін әйелдермен общий залға барып фитнес жасағандар, мен сұрай беріңіздер, мен жақсы білемін олар не үшін баратын. Олар бүйтіп айтып жатыр да, көз мына жақта анау. Наташа, Светлана, Оксана дегендер бар, штанганы бүйтіп көтереді. Олардың алдары шығып кеткен, соған бүйтіп көзімен қарау үшін барады. Соның алдында деп жетекпілейді. Ана бала шағаны асырасаң, сол фитнес болады. Бала шағаның алдында ертеден қара кешке дейін балаңды көтеріп жүр. Кешке дейін әйелі көтерген. Соны енді түннен таң атқанша сен көтерсең, фитнес болады. Бесплатный фитнес. Сол баланы қарау фитнес. Сол сияқты әйелдер, фитнеске барғыштар, күйеуіңнің қызметін жасасаң, тамағын пісірсең, біраз сол фитнес болады. Намаздың орнын ауыстырып алса дейді, қалай? Санжар Керімбайды танымайды екен, айтқан сөздердің жақсы, келісетін жерлі бар, келіспейтін жерлі бар. Енді қолынан келгенше қызмет жасап жатқан азамат деп есептеймін. Бірақ ана көп қиссалары әшейін қияли сөздер. Аға, кетін проблема, бірі бітсе екіншісі дайын болып тұрады, соған не айтасыз аға дейді. Бұл арай фитнеске желание кетті ғой дейді. Дұрыс. Сынақ келуі Алладан пенденің сыналуы. Әр сынақтың түбінде бір жеңілдік бар. Әр қайғының артында қуаныш бар. Әр бір ауыртпашылықтың артында жеңілдік бар жаным. Бірақ біліңіздер, пенде Аллаға жақындаған сайын Құдай тағала сынақ беру ықтимал. Бұл пендені шыңдау үшін болады. Фитнеске барам, намаз оқимын, ести сол жерде тренер болып қанша ақша тапсам харам емес па дейді. Жоқ, харам емес. Бірақ сен әйелдерге фитнес тренер болма. Енді түк жоқ болып әйелдерге фитнес болатын болсаң, кішкене көзіңді басқа жаққа ұста, общий зал болса. Ондан кейін барып бітеп, қарап, тесіліп қарама. Содан кейін фитнестен таң атқаннан кеш батқан дейін қарамай, балаларға қара.
Сәлем сада сәлеметсіз бе? Меккеге барып келген соң міндетті түрде орамал тағып жүру керек па дейді. Орамал Меккеге барасың ба, бармайсың ба? Ақшаң бар ма, ақшаң жоқ па? Кредитің бар ма, кредитің жоқ па? Әке-шешең бар ма, әке-шешең өліп қалған ба? Бастықсың ба, қарасың ба? Простойсың ба, депутатсың ба? Барлығы бір орамал тағу парыз. Ол өзгермейді. Қыз баланы шетелге оқуға жіберу туралы не айтасыз дейді. Қыз балалар оқу керек, оқу парыз деп айта аламыз. Өйткені қыз бала да ертең мемлекетімізге, халқымызға ол да пайда келтіру керек, ол да өсу керек, ол да даму керек. Бірақ қыз баланың қатты оқып, сол кеткеннен мол кетіп, не күйеуге шықпай қалып, карьера қуалай беріп, ең соңында ешкім алмай отырып қалмау керек. Ал енді шетел мәселесі бойынша қыз баланың жалпы дініміз алысқа жібергенді қаламайды. Халқымыз да қыз балаға 40 үйден тыюды үйретеді. Бірақ қыздар қазір қыздардың группасымен, қыздардың оқитын группасымен, әрі ата-ананың қарауыменен, немесе постоянно жәнде біреу махрам жақындары біреу қарап тұратын болса, барып оқығанда тұрған ешнәрсе жоқ. Бірақ қарап болу керек. Ата-ана туралы сұрағыма жауап беріңізші, көрмедім. Қайта жіберіңіз. Күйеуіммен ажырасып, 2 жылдан кейін қайта қосылдық. Мешітке барып некемізді қидыратасын десек, ЗАГС болмай қимайды екен. Күйеуім бұл нәрсеге салғырт қарайды. Қойшы, байың бұнба болды дейді. Өзі намаз оқимын дейді. Жоқ, молдан үйге шақыртыңыз. Молдан шақыртыңыз, шын мәнінде күйеуіңіз болса, егер ЗАГСта болсаңыздар, неке қиып береді. Соның үшін бірінші ЗАГСқа тұрып алыңыздар, молдан шақырыңыз, қиып береді некеңізді. Ол салғырт қараса, сіз салғырт қарама жаным. Ораза ұстаса 30 күн емес, 25 күн. 5 күн қаза қылып қойса, 30 күннің сауабын ажырап қалу мүмкін ба? Жауап беріңізші. Жоқ. Оразаның әр күніне жеке-жеке ниет қылынады, соответственно, қорытындысында әр күнге жеке-жеке сауап алады. Сондықтан ұсталынады. Мүшел жаста садақаны қалай берген дұрыс? Мүшел жаста садақаны орны тауып берілген дұрыс. Садақаның ең жақсысы орны табылуы. Шынайы адамға беру, мұқтаж адамға беру, көрінген адамға емес, көрінген жерге емес, шынайы мұқтаж, нағыз орнын тауып берген садақа идеальный болады. Халқым-ау, кішкене болсын басқа адамның уақытын қадірлесеңіздерші дейді, дұрыс айтады. Блокнотқа жазып, қарап оқуға бола ма намазды? Болады. Бастай бер алдынан. Саламатсыз ба? Қаза болған құптан намазын қалай өтейді? 4 парызын өтейсіз, одан кейін барып 3 үтірді өтейсіз, болды. Аға, қаза болған үйден шыққан басқа үйге баруға болады ма? Болады. Енді барған кезде сен бұл біреудің үйіне барып, мен бағана өліктен шықтым деп айтпа. Сәл ыңғайсызданады адамдар. Біреудің негізі мынандай қағида, бұл неден шыққан? Сіз айтқан сөз бар, бұл сөз. Бірақ бұл өлік жуғандарға қатысты. Мәйітті жуады ғой, сүйекке түседі дейді халқымызда. Мәйітті жуған адам біреудің үйіне бармайды. Мәйіт жуған адам бұл гигиена. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннетінде келеді. Міндетті түрде өзі үйіне барып, өзі шомылып, киімді ауыстырып, ол киімдер жуылып, содан кейін жақсы қошбой әтірлерді сеуіп, содан 2 бас намаз оқыса жақсы болады. Бұл қағида. Бұл сондай дұрыс үрдіс. Бұл медицинада солай. Сондықтан содан шыққан дүние. Алматыда шайтан шығаратын имам бар ма дейді. Мешітке барсаңызшы. Сол қолмен жейге қоймай тамақты әлде мүлдем болмай дейді. Тамақты сол қолмен жеуге болмай ма дейсің ба? Жеуге. Сол қолмен жемей, мысалы оң қолың істемейді, оң қолмен жей алмайды.